Ержан Болотбекұлы 2003 жылы 26 тамызда туылғанмын. 2017 жылы тамызда әкем шешем келіп, мен мектепке орналастырып кеткен. Әкем Болотбек Бәденұлы 1977 жылы 23 наурызда туылған. Бұрын машина апатына түсіп, жамбасы, аяғы және омыртқасы сынған. Жұмысқа жарамсыздық болғандықтан демалысқа шыққан оқу арту мекемесінен. Әкемді 2018 жылы наурызда Қытай Халық Республикасы Шинжаң іле Қазақ автономиялы облысы Алтай аймағы Көктоғай ауданы саяси үйрену атты концлагерь түрмесіне қамалған. Қазірге дейін ешқандай хабар жоқ. Құрметті Қазақстан Республикасы Президенті Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы, Сыртқы істер министрі Қайрат Әбдірахманұлы және халықаралық адам құқығын қорғау ұйымдары сіздерге әкемді саяси үйрену концлагерінен босатуға көмектесуіңіздерді сұраймын. Мен әкемді сағындым.